Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше тіске басардың рецептісімен бөлісемін. Құрамы өте оңай, бар жоғы 2 картошка ғана болса болғаны. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай 2 картошка қажет болады. Тазалап, ашып, жуып, шайып, осындай кубиктерге тураймыз да ыдысымызға суға құйып, газге қойып, пісіріп алатын боламыз. Бізге осындай кез келген сыр қажет болады. Осындай үкіштің үлкендеу бөлігінен өткізіп аламыз. Бұны дайындап бір шетке алып қоямыз. Картошкамыз піскеннен кейін шым-шым тұз қосып, жақсылап осындай езетінмен езіп аламыз. Менде ол жоқ болғандықтан жай ғана вилкамен езіп алдым. Барлығын жақсылап езіп болғаннан кейін үстінен 2 ас қасық кукуруз крахмалын және де кішкене укроп немесе кинзадан турап салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін осылай қолымызға кішкене алып, сырды ортасына салып, дәл видеодағыдай сопақтау етіп, бір-біріне сыр шетіне шығып кетпейтіндей етіп, әдемілеп орап алатын боламыз. Міне осындай формалар жасап аламыз, немесе сіздер дөңгелек формамен жасасаңыздар да болады. Және де осы картошканың барлығын дәл осылай қайталап шығамыз. Менде шамамен 10 шақты дәл осындай тіске басар шықты. Енді бізге ұн, бір жұмыртқа және де панировочный сухарий қажет болады. Жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз да, біздің тіске басарларымызды бірінші ұнға, кейін жұмыртқаға, кейін панировочныйға, сухарийға аунатып, әдемілеп бір шетке алып қоя береміз. Барлығын жасап болғаннан кейін табамызға май құйып, қыздырып аламыз да, біздің тіске басарларымызды салып, осы барлық шетінен қызарғанша шамамен 5 минуттай қуырып аламыз. Қыздар, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, менің дәл осы видеома лайк басып, комментария жазып, өздеріңіздің достарыңызбен Instagram, WhatsApp желілерінде бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай түрі өте аппетитный болып, ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көрулеріңізді ұсынамын. Сіздермен болған арайлым.